Сәлем достар, менің атым Айгерім. Бүгін біз Ыбырай Алтынсарин атамыздың «Кел балалар оқылық» атты өлеңін жаттаймыз. Ондай болса, бастайық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап. Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Керемет досым, жарайсың. Тағы бір рет осы екі шумақты қайталап алайық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап. Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Жарайсың. Егерде керек болса, осы видеоны басына қарай айналдырып, тағы бір рет қайталауға болады. Жақсы ма? Олай болса жалғастырайық. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан, іздемей-ақ табылар. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы, күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар. Керемет, қайталау керек пе досым? Жақсы, бірге қайталайық. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан, іздемей-ақ табылар. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы, күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар.